Қайта оралған махаббат. Бір бөлім. 2010 жылдың күз айы. Мен мектепте 10 сынып оқитынмын. Сабақты әркез бірінші орынға қоятын едім. Жарыстардың алдын бермей, аудандық, республикалық жарыстарда бір орын менде еді. Өзіммен қатар қыздар жігіттермен сөйлесіп, түрлі махаббат туралы әңгімелерін айтатын. Менде оған уақыт жоқ болды. Алдағы оптыға дайындалып, өз күшіммен оқуға түсу ең басты арманымның бірі. Біздің мектеп өте кішкентай. Бар жоғы 200 оқушы болатын. Бірақ ауылымыз өте берекелі. Біз үйде 4 ағайындымыз. Мен ең кенжесі. 2 әпкем, 1 ағам болды. Олар да мектепті абыроймен бітіріп, өз қалаған оқуларына түсті. Менің де ендігі арманым тек грантқа оқуға түсіп, әке-шешеме жүк салмай ғана оқу еді. Сыныпта кітап оқып отырғанымда қасыма жан ұшыра дос қызым жүгіріп келді. Ерке, білесің бе? Сені 11 сыныптағы Ақгүл іздеп жүр. Өте ашулы көрінеді деп ентігіп әрең сөйледі. Тыныштық па? Менің ешкімде шаруам жоқ адаммын ғой. Жай іздеген шығар деп біраз ойланып қалдым. Түскі үзіліс аяқталып кабинетке кіріп кеттім. Сабақ біткен соң әжетханаға барар жолда әлгі Ақгүл тұр. Ашудан жарылайын деп қалған. Қасына келгенім сол еді, қолымды жұлқып қалды. Ерке, мен саған қатаң ескертемін, жігердің басын айналдырма. Мен оны 2 жылдан бері жақсы көрем деп баж ете қалды. Мен дым түсінбей. Ақгүл, сен не сандырақтап тұрсың? Қайдағы жігер, мені ешкім қызықтырмайды. 2 жылдан бері оны қарата алмасаң, мен кінәлі емеспін деп кетіп қалдым. Үйге жеткенше бұл қайдан шыққан әңгіме екен деп ішімде толассыз сұрақтар келе берді. Өзіммен бір сынып жоғары оқитын бір жігіт бар еді. Есімі Жігер, мінезі өте байсалды. Тек көрген кезде сәлемімді айтып өтіп кететінмін. Әлгі Ақгүлдің айтып тұрғаны осы жігіт еді. Үйге келіп шай тамағымды ішіп, түстен кейінгі дайындыққа қайта келдім. 11 сынып толық жүр екен. Олардың оптыға дайындықтары басталған еді. Алыстан құлаққа тағып әдемі әнін қосып алған Жігерді көріп қалдым. Сасқанымнан оны көрмегендей өтіп кеттім. Амандасқан еді, оғанда жауап бермедім. Бейне бір Ақгүлдің сөзінен қорыққан секілдімін. Ол менің бұл әрекетімді түсінбей қалды. Жалғасы бар. Қайта оралған махаббат. 2 бөлім. Осы уақытқа дейін ол жігітті мектебімдегі ең байсалды, мінезді жігіт ретінде сыйлайтынмын. Ақгүлдің сөзінен кейін өзімді жайсыз сезіндім. Жүрегім қобалжып, тілім байланып, оны көрмеуге тырысатынды шығардым. Арада 10 күн өтті. Түскі үзілісте сыныпқа кіші сыныпта оқитын бала өзіне шақырды. Не болды? Қандай көмек керек деп едім. Ерке, тате, мынау сізге деп қолыма бір қорапты ұстатып жүгіріп кетті. Жан-жағыма қарасам, терезенің алдында Жігер тұр. Маған қоңыр көздермен қарап, бір жымиып қойды. Мен тез-тез сыныпқа кіріп кеттім. Сыныпта өзім жалғыз қалғанда қорапты ашып қарасам, ішінде күміс сырға. Ешкімнің есімі жазылмаған. Мүмкін Жігер. Егер ол болмаса ше деп сыйлықты айнаның алдына қоя салдым. Дым білмеген адам ұқсап жүре бердім. Жігердің маған қарағаны күннен күнге өзгеріп жатқандай. Әлде мен өзіммен өзім қуыстанып жүрмін бе деп те ойлап қоямын. Түсте кезекшілікте тұрғанымда жаныма Жігер келіп көзіме тіке қарап амандасты. Сасып қалдым. Оған бір ауыз сөйлей алмай қатып қалдым. Ерке, неге маған амандаспай жүрсің? Менен бір қателік кетті ма? Жоқ, мен тек ой үстінде жүріп, сенің амандасқаныңды естімей қалатын шығармын деп өтірікті бір-ақ соқтым. 2 бетім қызарып, даусым дірілдеп кетті. Жарайды, Ерке қыз деп күлімсіреп бетімнен жай шымшып алды. Өмірде түрлі сезімдер болатынын білемін. Бірақ бұл жолғы сезім тым ыстық, ерекше еді. Ешқашан махаббатқа бас ауыртпайтын маған бұл тым ерсі көрінді. Алаңсыз үйге келіп тамақ жасауға кірістім. Бір уақытта телефоныма бейтаныс нөмерден қоңырау түсті. Мен жауап беріп үлгермей қалдым. Арада 1 сағат өткен соң үй телефоны шырылдады. Алып жауап беріп едім. Үн жоқ. Ешкім сөйлемейді. Алло, бұл кім? Неге сөйлемейсіз дегенім сол еді, телефонды қоя салды. Біреу шатасып звондаған шығар деп мән бермедім.
Арада бір апта өткен соң мектепте тіл мерекесінен 10-11 сынып бірігіп мерекелік кеш өткіздік. Орындыққа отырғаным сол еді, Жігер қасыма келіп отырып алды. Сыр білдірмей, жай ғана жымиып: «Сәлем, қалың қалай? Тестқа дайындық қалай?» дедім. Ол да күлімсіреп: «Менде бәрі жақсы. Дайындықта керемет» деп сөзді қысқа қайырды. Неге екені осы жолы жүзіне қарап отырғым келді. Қайта оралған махаббат. 3 бөлім. Бір кезде жаныма жақындап келіп: «Не болды? Ұзақ қарадың ғой. Әлде ғашық болып қалдың ба?» деді. Мен бірден итеріп жібердім: «Есің дұрыс па? Мен саған қарап отқаным жоқ. Тек ойланып кеттім» деп орнымнан тұрып кеттім. Осылай мерекелік кешімізді ойдағыдай өткіздік. Біраз қобалжып дайындаған өлеңімді сасқалақтап айтып шықтым. Жүрегім алып ұшып, өз-өзімді түсіне алмадым. Біздің сыныпта түстен кейінгі дайындыққа келетін болды. Енді күнімнің ең көбі Жігерді көрумен өтетініне қобалжып қалдым. Дайындықта отырғанда оның сыныптастары бірдеңелерді айтып оған тиісе бастады. Жігердің мені жақсы көретінін достары біледі екен. Тіпті кейде мені жақсы көретінін өзім ойындап, неге айтпайды деп ашуланатынды шығардым. 10-11 сынып бірігіп отырыс жасайтын болдық. Отыратын үй табылып, ақша жинап мәре-сәре болдық. Осы жолы ерекше болғам келіп, қып-қызыл көйлегімді киіп алдым. Өзім қара торының әдемісімін. Көзім үлкен, кірпіктерімде айқасқан әдемі қыздардың бірі едім. Көйлегімді киіп, өзіме жарасымды етіп боянып алдым. Дәмді бәліштерімді пісіріп, құрбымның үйіне кіріп келдім. Отырыс болатын үй. Сәл кешігіп келген соң ба, бәрі жиналып алыпты. Мені көрген бойда сыныбымдағы бір бала жүгіріп келіп, қолымдағыларды алып: «Құлпырып кетіпсің. Бүгінгі отырыста менің жұбым боласың ба?» деп көзін қысып үлгерді. Мен бәрін өзіме қаратқандай болып сасып қалдым. Әлде артық боянып қойдым ба екен деп біраз ыңғайсыздандым. Бір мезетте Жігердің маған отты көздерімен қарап тұрғанын байқадым. Бейне бір маған ашулы сияқты. Тіпті амандаспады. Әдемі кеш болып жатты. Тамақ ішуге дастарханға ыңғайладық. Үстелде Жігер екеуміз қарама-қарсы отырып қалдық. Маған көзін алмай, ұзақ қарады. Мен өзімді қылмыс жасаған адамдай сезініп отырдым. Жаныма сыныптағы қылжақбас бала отырып алған. Маған әбден тиісіп, әр сөзімді іліп алып, мені өзіне теңей берді. Менде ештеңе ойламауға тырысып күліп отыра бердім. Отырыс әдемі жалғасып жатты. Орнымнан тұрып далаға шығуға ыңғайландым. Жігерде орнынан ыршып тұрды. Ештеңе байқамаған адам ұқсап сыртқа шығып кеттім. 1 минут өтпей Жігер білегімнен ұстап, үн-түнсіз үйден алыстау жерге сүйрей жөнелді. Әңгіме ұнап жатыр ма? Қайта оралған махаббат. 4 бөлім. Сен істеп жатсың. Тез жібер, қазір айқайлаймын деп ашуланып кеттім. Ол бірден тоқтай қалды. Сенің бұл қылығың не? Мені қайда сүйреп алып бара жатырсың? Тіпті екеуміздің арамызда ештеңе жоқ қой деп айқайлап жібердім. Ол ауыр күрсініп барып: «Бүгін неге сонша әдемі болып келдің? Бәрі саған қарағанға шыдай алмай кеттім» деп жынданып сөйледі. Менде үнсіз қалмай: «Сонда сен мені қызғанып тұрсың ба? Мен саған ешкім емеспін. Өзім білем қалай киінетінімді» деп теріс қарап тұрып алдым. «Иә, мен сені қызғанып тұрмын. Саған деген сезімім күннен күнге артып барады. Сенесің бе, 2 жылдан бері сені ұнатамын» деп сезімін ақтара салды. Менің де естігім келгені осы еді. Өне бойымды керемет сезім биледі. Бірақ оған сыр білдірмеуге тырыстым. Көзіне тіке қарап: «Мен сенің сезіміңе қалай сенемін? Мені жақсы көрсең, неге үнсіз қалдың?» деп сұрақтың астына алдым. Ыстық алақанымен бетімді ұстап: «Ерке, мен сені сүйемін. Сені ешқандай арам ойсыз ұнатамын. Ес-түссіз ғашықпын. Менің қызым боласың ба?» деді. Екі бетім қызарып, тілім байланып, аяғымнан жан кетті. Бірақ ішімдегі сезімді тұншықтырып қойдым. «Жігер, мен саған дәл қазір жауап бере алмаймын» деп үйге қарай кетіп қалдым. Иә, менде де сезім бар. Оны ұнатып қалғаным рас. Маған алғаш махаббат дегенді ұғындырған Жігер еді. Ештеңе болмағандай қыздардың қасына отыра кеттім. Отырысымыз өз мәресіне жетіп, үйге қайтатын болдық. Жігер мені күтіп тұр екен.
Сені үйге дейін жеткізіп тастасам болама деп қиылып тұрып алды. Жарайды, қарсы емеспін дедім. Екеумізде үн жоқ. Дала тып-тыныш. Ал екеуміз бейне бір ұрсып қалған адам ұқсап бір-бірімізден тым алшақ келе жатырмыз. Үйге де жеттік. Ол шыдамай қолымнан ұстап алды. Ерке, менің көңілім ақ, сезімім адал. Ертең мектепте менен қашпашы деп қолымды жібермей қойды. Дәл осы кезде мен жауап беруге дайын едім. Жігер, мен сенен қашқым келмейді. Егер ұсынысың әлі күшінде болса, мен жауап беруге дайынмын дедім. Жоқ, асықпа, жақсылап ойлан деп шошып кетті. Мені жоқ деп айтады деп те ойлаған шығар. Неге ойлануым керек? Сен де маған ұнайсың. Қызың болуға келісемін деп бетінен сүйіп үйге қашып кіріп кеттім. Лайк. Қайта оралған махаббат. 5 бөлім. Осылай біздің махаббат хикаямыз басталды. Екеуміздің сезіміміз өте қатты болды. Онымен бір күн сөйлеспей, көрмей қалсаң көңіл күйім болмай, тіпті ауырып қалатынды шығардым. Жігер ұбтыға дайындалып кей кезде жолықпай жүрдік. Бұл маған мүлде ұнамайтын. Бірақ амал жоқ, бір-біріміздің көңілімізді аулап, 5 минуттық кездесу бізге қуаныш сыйлайтын еді. Уақыт зымырап өте берді. Оқу бітуге де аз қалды. Барлық мектеп екеуміздің махаббатымыздан хабардар еді. Тіпті бізді қозы көрпеш баян сұлу деп атап кеткен. Шынымен 7 ай уақытта оған қатты бауыр басып қалдым. Ес-түссіз ғашық болдым. Оның да маған деген сезімі тым ерекше еді. Жігердің 1 айдан соң оқуды бітіріп, Алматыға кететінін есіме алсам жүрегім қарс айырылатын. Кейде соны ойлап жылайтынмын. 1 айда көзді ашып жұмғанша өте шықты. Ол оптыдан жоғарғы балл жинады. Қуанышымызда шек болмады. Сол күні оның қасында болғым келіп, ата-анамнан түрлі сылтаулар айтып сұрандым. Әкем мүлде қарсы болып жібермей қойды. Әкем Жігер екеуміз туралы естіген екен. Сол үшін де ашуланып бұдан бұлай жолықпауымызды талап етті. Жігерге хабарлама жазып кездесе алмайтынымды айттым. Ол түнде үй жаққа келетінін ескертті. Бір амалын тауып, сыртқа шығуымды өтінді. Үйдегілер ұйықтаған соң, түнгі 12-де онымен кездеуге шықтым. Екеуміз көріспегелі 5 күн болған еді. Бір-бірімізді қатты сағынып қалғанбыз. Оның құшағына кіріп, сағынышымды әрең бастым. Еркем, сені сағынып кеттім. Уайым болған тест бітті. Жоғары оқу орнына түсуге жетеді деп күлімсіреді. Иә, жаным, сен үшін қуаныштымын. Құттықтаймын, Алла жолыңды ашсын дедім. Көзім мұңды еді. Ол бірден байқап. Сен мені қимай тұрсың ба, жаным? Алматыға барып сені ұмытады ғой деймісің? Сен менің өмірімсің. Әлі тойымызды жасап, тек бақытты боламыз деп алаңдаулы көңілімді орнына түсіргендей болды. Ұзақ сөйлеуден кейін 20 күннен соң қалаға кететінін айтты. Қанша жерден қимасам да, оның арман мақсаттарына сыйластықпен қарауым керек. Қимай қоштасып үйге кірдім. Есіктің алдынан әкемді көріп шошып кеттім. Қызым, сен мені жерге тірідей кіргізейін деп жүрмісің? Енді бұл жетімекпен сөйлесуші болма деп телефонымды тартып алды. Қайта оралған махаббат. 6 бөлім. Әкем телефонымды тартып алған соң, Жігермен 2-3 күн сөйлесе алмадым. Қаншама рет жалындым. Әкем айтқан бетінен қайтпай қойды. Анама келіп, қызыңа ие бол. Бесіктен белі шықпай жатып жігітпен сөйлеседі. Сенің тәрбиеңнің түрін қара деп ауыр сөздер айтып жұмысына кетіп қалды. Анам жылап қалды. Жаныма келіп маңдайымнан сипалап. Қызым, мен саған сенем. Тек әкеңнің айтқанын істей тұршы. Ашулы басылсын. Сенде Жігерге бір хабарыңды айтып қой. Уайымдап жатқан шығар деп өзінің телефонын беріп бөлмемнен шығып кетті. Есім шығып сүйгеніме қоңырау шалдым. Алло, жаным, бұл мен ғой, Ерке. Иә, Еркем, қалайсың? Қайда жоқ болып кеттің? Бәрі дұрыс па? Менде бәрі жақсы. Әкем екеуміздің қарым-қатынасымыз туралы біліп қойды. Сәл қарсы болып жатыр. Телефоным сол кісіде. Бірақ уайымдамашы. Әкемнің ашуы тарқасын. Сосын бәрі реттеледі деп жағдайдың қиын екенін білдірмедім. Жаным, әкең мені ұнатпай тұр. Ол кісіні түсінемін. Әкемнің кім екенін де білмейтін, мені күйеу бала еткісі келмейтін де шығар.
Жоқ олай деме. Маған сен ғана керексің. Кішкене қиындыққа сынып қалмайықшы деп жылап жібердім. Ол мені ешқашан тастамайтынын айтып, мені өмірлік серігі қылатынын айтты. Жүрегімдегі үрейді басқандай болды. Еркешім, сен мені жарты жолда қалдырмасаң, біздің махаббатымыз тау қопарады. Алдағы аптада қалаға кететін болдым. Оқуымды реттеуім керек. Анам жұмыс тауып қойған екен. Телефоның қолына тиген бойда маған хабарлас деді. Оны екінші көрмей қалатын адамдай жүрегім қатты ауырды. Жігер, онда жолың болсын. Мен сені күтемін. Бізде бәрі жақсы болады. Саған сөз беремін деп қоштасып, телефонды анама қайтарып бердім. Жігер бір үйдің жалғыз ұлы. Ауылда әжесінің қолында ер жеткен. Анасы студент кезінде бір жігіттен көтеріп қалған екен. Ол жігіт үйленуден бас тартқан көрінеді. Ал анасы амалсыз ауылға келіп Жігерді дүниеге әкелген. Бір жасқа толған соң қалаға оқуын жалғастырып, жұмыс істеп қалған. Барлық ауыл бұдан хабардар еді. Менің әкемнің де оны жақтырмау себебі осы. Қайдан келгені, руы да белгісіз жігітті менен алыстатқысы келді. Әңгіменің жалғасы қалай болар екен? Қайта оралған махаббат. 7 бөлім. Ешқандай өзгеріссіз өмірім бір сарынмен өте берді. Жігер де қалаға кетті. Онымен жолығуға мүмкіндік таба алмай қалды. Қайта оралған махаббат. 7 бөлім. Ешқандай өзгеріссіз өмірім бір сарынмен өте берді. Жігер де қалаға кетті. Онымен жолығуға мүмкіндік таба алмай қалдым. Дегенмен мен оған сенемін. Әлі талай қол ұстасып бірге өмір сүреміз. Арада 10 күн өткен соң әкем телефонымды өзіме қайтарып берді. Жаныма отырып: «Қызым, мен сенің тек күліп ойнап жүргеніңді қалаймын. Сенікі бала махаббат қой. Өзіміздің әулетімізге лайық жігіт жолығады» деп маңдайымнан сүйіп кетіп қалды. Жігермен хабарласып, қал жағдайын сұрап, сәлде болса сағынышымызды басып алдық. Осылай уақыт зымырап өте берді. Жазғы демалыста аяқталып қалды. Ол оқуға тапсырып қалада жұмыс істеп жүрді. Оқу басталғанша ауылға бір рет келді. Сол кезде бір-бірімізге уәдемізді бердік. Қандай жағдай болса да бірге боламыз. Ешкімнің қарсылығына қарамаймыз деп. Бір сағаттық кездесуден кейін қайтадан қалаға кетіп қалды. Көзден алыстаған көңілден алыстайды деген өтірік екен. Керісінше махаббатымыз күшейе берді. Сағынышпен арада бір жылдай өтті. Ол ауылға осы аралықта тек 2 рет қана келді. Мектепте жолығып, біраз сырласып Алматыға кетіп қалатын. Ауылдағы әжесін жандарына алған еді. Сол себептен де бірден кетіп қалып жүрді. Ұбдыға дайындықтан оны көп ойламауға тырысатынмын. Үздіксіз телефонмен сөйлесіп, армандарымызды тізбектеп шығатынбыз. 2-3 айдан соң жолығатынымыз жаныма жұбаныш еді. Ұбдыны ойдағыдай тапсырып Алматыға оқуға да түстім. Ағамның қасына орналастым. Менен үлкен 2 әпкем бұл уақытта тұрмыста еді. Қазақ ұлттық университетіне өз күшіммен грантқа оқуға түскен едім. Сабағым басталып түрлі достар таптым. Жігермен де ара қатынасым өте керемет еді. Бір-бірімізді көрмей қалған күніміз болмады. Ағам бізге қарсы болмады. Тек абайлауымды сұрады. Уақыт тез-тез өте берді. 2 курсқа көштім. Сабағымда үздік болдым. Жаныма ең жақын деген 2 дос қыз таптым. Айгерім деген жан досымның үлкен ағасы универға күнде алып кетуге келетін. Бұл кісінің маған деген көз қарасы күннен күнге өзгере бастады. Менен 12 жас үлкен еді. Жігерге айтуға қорықтым. Бәлкім маған қырындауды доғарар дедім. Ол кісі өте ауқатты отбасыдан. Қымбат машинасын көрсетіп, байлығымен жомарт болып көрінгісі келетін. Қайта оралған махаббат. 8 бөлім. Жігердің оқуы күрделеніп, дұрыс кездесе алмай жүрдік. Жігер келмеген кезде досымның ағасы мені де үйге әкеліп тастайтын. Тек рахмет айтып үйге асығып кіріп кететінмін. Ертесі сабақта отырғанымда үлкен гүл шоқтары келді. Маған келген гүл екен. Кімнен екені белгісіз еді. Бірден Жігерге хабарлама жазып жібердім. Жаным, гүліңе рахмет деп. Ол тек кешке жолығайық деп қана жазды. Менде ешқандай жаман ой жоқ. Сабақтың тез-тез біткенін күттім. Жігер мені күтіп тұр екен. Оны сағынған едім.
Бірден мойнына асыла кетіп мені itергендей болды. Ерке қолындағы гүлді қоқысқа таста деп айқайлап жіберді. Жайма сенікі, сен берген гүл емес пе? Қайдағы, мен саған ешқандай гүл жіберген жоқпын. Қандай жігіттің көңілін өзіңе қаратып жүрсің деп ашудан жарылардай болып тұр. Мен де шыдамай, артық сөйлеме, мені кімге теңеп тұрсың деп ренжідім. Үнсіз ұзақ тұрдық. Жігер кешірім сұрады. Қызғаныштан не істерімді білмей қалдым деп ақталды. Жігер, мен сені ғана сүйем. Гүлдің қайдан келгенін білмеймін деп татуласып алдық. Ертесі дос қызыма: Әйгерім, ағаң маған неге гүл жіберген? Ағаңмен өзің сөйлес, енді маған жоламасын. Менің сүйгенім бар екенін жақсы білесің ғой. Ол менен 12 жас үлкен деп зілді даусыммен айтып салдым. Ерке ағам саған ессіз ғашық, сені қайтсем де қаратамын деп жатыр. Қанша айттым оның жігіті бар деп. Ол қоймайды деп шырылдап кетті. Уақыт өте берді. Маған күнде неше түрлі сыйлықтар, бағалы заттар келуін тоқтатпады. Жігерге ештеңе айтпадым. Оны алаңдатқым келмеді. Келген сыйлықтарды бір сөмкеге жинай бердім. Бір күні бәрін қайтарып берем деп. Түнгі сағат 11-ден кетті. Телефоныма қоңырау түсті. Алсам, құрбымның ағасы Азамат екен. Ерке қыз сыртқа 10 минутқа шыға аласың ба дегенде бірден келістім. Берген сыйлықтарын өзіне қайтарып берейін деген едім. Сыртқа шықсам, қолында гүлімен сәнді киініп алған Азамат тұр. Сәлеметсіз бе аға? Неге менің мазамды аласыз? Менің жігітім бар. Мына сыйлықтарды қабыл ала алмаймын деп теріс айналғаным сол еді. Қолымнан ұстап құшағына қарай тартып алды. Әрі денелі, сұңғақ бойлы, нағыз еркектің құшағы маған ұнағандайы. Кейіпкерге қандай ақыл айтасыздар? Әңгіме жалғасын күтсеңіз арнаға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі бөлім тек сіздер үшін. Жалғасы бар.